Қытайда шыққан коронавирус ауруы не мақсатта шығарылған жайында өзімнің пікірімді айтып өтсем. Бұл Қытайдағы шығып жатқан ауру, коронавирус, бұл алдын ала қолдан жасалған және де ем-домы табылған аурудың бір түрі. Өйткені Қытай лабораториялары ауру шығарумен айналысады. Яғни бірнеше ауруды шығарып, оларды сақтап қояды. Өз кезегінде пайдаланады. Қытайда өзге ұлт өкілдері көп. Олардың шайларына, тамақтарына арнайы осы вирус қосыла беріледі. Әсіресе студенттер, Қытайда көп қатынасып жұмыс істейтін белгілі азаматтар. Қытайда бірнеше Қытай ауруға шалдығып дау шығатын болса, өзге ұлт өкілдерін Қытайдан қалдырмай өз мемлекеттері әкетеді. Қытаймен ара қатынасты үзіп, границаны жабады. Сол мезетте Қытайлар өздерінің азаматтарына вакциналарын салдырып, коронавирустан азат болады. Шетке кеткен адамдар ол ауруды әлмен қарай жұқтырып, оның ем-домын таппай, түп соңында Қытайға келіп жалына бастайды. Қытайлар бұл мәселе үшін миллион немесе 2 миллион қытайын бас кешеді, олар үшін түк емес. Бұнда және де бір айтып кететін нәрсе, Қытайда оқып жатқан студенттер, ол сізбенен менің балам емес, олар билік басында отырғандардың балдары. Енді сізбенен менің балдарым болатын болса, 20 бала оқыса, соның 15-і билік басында отырғандардың, лауазымды адамдардың балдары. Олар міндетті түрде балдарын Қазақстанға қайтарады. Бірақ олар коронавирусты өзбен бірге алып келді деген сөз. Қытайда бұрыннан істейтін адамдар болса, олардың денесінде коронавирус бар деген сөз. Олар коронавирус 2-2,5 айдың ішінде күшіне мініп, сыртқа шыға бастайды. Осында айтып кететін жай, Қытайлар соғыссыз осындай ауру арқылы дүние жүзіне танылып, бұл да бір қару есебінде жұрттарды үркітіп, қорқытумен бірдей деген сөз.